Қазақ халқы ерте заманнан бері жылқы малына ерекше бап көрсете білген. Атадан қалған өнер ретінде біліп жүрген біздің бүгінгі қонағымызбен таныс болыңыздар. Атқа мінбесек те көлікпен жеттік. Енді қолымызда әкеміздің малы, сол 3 биеміз болды. Мемлекет жалаң аяқ балаға не береді? Ештеңке бермейді, шыны керек. 5 миллион қайдан табамын? Бірақ менің қымызым 125 теңге болады. Нәтиженің бастығы Ерлан ағаның бір ақыл сөзі бар еді, қанағат ең бірінші қымызды саудыру үшін сен ең бірінші қоғамын дайында қиыншылыққа сабақ ретінде қарау керек енді. 8 жыл еңбектің арқасында енді жемісін көріп отырдық та, Құдайға шүкір. Ең бірінші күні 11 литр сатты, әлі күнге шейін бар. Мәзбіз, масқара. Ешқандай кредит алған емеспін. Бір таудың басына келіп шаршадым. Жылағым келді, жыладым, қош дедім. Мынау мемлекеттен сұрай бергенді қою керек. Біз қазақ жаман үйреніп алғанбыз, біреу бізге бірдеңке беру керек деген. Шет ауданынан арнайы біздің бағдарлама үшін келген Қанағат Тәуіртайұлы. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай жеттіңіз? Жақсы, Құдайға шүкір. Атқа мінбесек те көлікпен жеттік. Сұрағымды төтеден қояйын. Жалпы мынау жылқы баптау бұл сізге атадан келген қалған кәсіп па, әлде өзіңіз бастаған кәсіп па? Енді бұл қаны қазақтың бәріне тиесілі болған өнер ғой. Қазақ ат жалын тартып мінген, Европада бүкіл жер дәлелдеп, осы қазақ атқа мінген деп бірінші айтылған дүние. Соған бола үлкен әкелеріміз ат жалын тартып мінген кісілер, жылқы баққан, малда жүрген. Сол кісілердің ұрпағымыз мал баққан қазақтың. Қатты ондай жаңағындай керемет ойлап таптым деген дүниеміз, әйтеуір әкенің берген малынан бағып, кәсіп қылған жайымыз бар. Атадан қалған өнер? Атадан қалған дәстүр. Қалай жалғастырып келе жатсыз? Заманауи, бауырларыңызды тартып келесіз оған? Енді мынау қазіргі заманауи дегенде, қазір информационный век дейді. Қаншама заман талабына қарай ауылдың ішіне кәсіп бастап, мысалы қымыз өндіріс деген болады. Ол қарап отырсаңыз, қазір заманға сай бәрі жақсы өмір сүргісі келеді. Ауылда жастарға нерге көтерілу қиын. Сондықтан осы жылқы көзін, жылқыны таңдап, осы жылқыдан кәсіп айналдырып, содан бір пайда тапсақ деген ниетпен ең бірінші ауылда жылқыны жинап, ол кезде ең бірінші бастағанымызда бір 3 бас биеміз болған. Содан әкем бұрын жылқы баққан, содан совет үкіметі құлдырағаннан кейін көп ер азаматтар салдырап қалды ғой. Сол кісілер жұмыссыз үйде, шыны керек, үлкен әкем сол кісілердің пенсиясына қарап отырдық. Сол кісілер асырады, Құдайға шүкір. Содан студент болдық, қалаға келдік, қаланың қызығын көрдік. Бірақ даланың баласы ауылға қарай тартып тұр екен, болмайды екен де бәрібір. Студент кезімізде де азды көпті кәсіп жасап көрдік, болмайды екен. Серлікті бойымызға сүйгеннен кейін қар жауса аң қуып кетеміз. Қар ерсе біздің жақта көкпар шауып кетеміз. Жанында жүрген қаладық. Содан кейін табиғатың жатпаған екеннен кейін қалада жүре алмайды екенсің. Содан ауылға барып, бәрі ойланып, бері ойланып, Қарағанды мемлекеттік университетін бітіргем. Физика-математическийді негізі. Өз мамандығым бойынша сол. Осы кісілерге рахмет, біліміне сусындырды. Сусындатты. Ауылға келдік. Ауылға керек десек, ол кезде жылқының бағасы 300 мың теңге бір бие. Осыдан 10 жыл жоқтау мерзім. 10 жылдың кезінде болды. Сол 10 жыл бұрын кәсіпті бастадыңыз, қолға алдыңыз? Кәсіпті бастадық. Арнайы осы енді қолымызда әкеміздің малы, сол 3 биеміз болды. Сол 3 биеге қарап, енді 3 бие үлкен шаңырақ, басқа да бауырларыңа, ауылдастарыңа бір кішкене кәсіп табылайын деп ойлайсың, енді 3 бие не табады. Содан қаражат керек. Ауылдан қара домалақ баласымыз, ешқандай көкеміз, ешқандай неміз жоқ, связіміз жоқ, ешқандай поддержкамыз жоқ. Мемлекет жалаң аяқ балаға не береді? Ештеңке бермейді, шыны керек. Кепілге қоятын заняң жоқ дегендей. Қара шаңырақтан басқа. Қара шаңырақтан басқа, енді азды көпті бұрын совет үкіметінің сынығы ғой. Техникаларымыз бар еді, енді оны қазан ошақтан аспайды. Содан бір ой келді. Ол кезде халқында бір жақсылығы, сен білге әкемнің мал баққанын біледі, елден жылқы жинадым. Енді ол кісілерге де пайдалы, маған да пайдалы. Ол кісілер тегін жылқысын бақтырады, қысы жаз өзім қараймын, бірақ мен орын биесін саламын. Содан ең бірінші 50 бие алдым. Ол менің ең бірінші капитал, бесплатно алған капитал деп айтамын. Өйткені 50 биені сіз сол кезде шақсаңыз 15 миллион теңге ақша. Мен 15 миллион қайдан табамын? Ал ел сол жылқысын маған беріп тұр, бірақ мен содан пайда көріп тұрмын. Кемінде сол жылқыдан сол жылдары, енді біз кәсіпті бастаған кезде, ол кезде 350 теңге, 400 теңге болатын қымыздың құны.
Бірақ менің қымызым 125 теңге болатын. Ең бірінші бастаған кезімізде. Ол былайда анау нәтиженің бастығы Ерлан ағаның бір ақыл сөзі бар еді, қанағат ең бірінші қымызды саудыру үшін сен ең бірінші қоғамын дайында деген. Сол маған өте пайдалы болды да. Адамның санасын үйрентіру керек екен. Бір жыл 125 теңгеден сатып бастадық. 125 теңгеден басып саттадық. Жайлап. Ол кезде 300 мың теңге дегенді қалтаға салып көрмегенбіз. Шыны керек. Ол кезде 300 мың теңге әжептәуір ақшатын. Айына 300 мың теңге ақша таба бастадық. Аллаға шүкір, жайлап ақшаның қайдан келетінін түсіндік. Биелерге кәдімгідей копилка ретінде қарайтын болдық уже. Бұрынғыдай емес. Енді бұрын қазақ тостақанын тосып келген адамға қымызын берген. Енді одан да біз үзілмегенбіз. Бірақ мынау ауыл ақсап баратыр да. Ауыл ақсамау үшін ауылдан ақша түсіп тұру керек. Ол да жақсы жерде өмір сүру керек. Жақсы джакузиде жату керек, банясы болу керек, спорт залы болсын. Неге оны жасамасқа? Шыны керек қой. Ол үшін қаражат керек. Ал ол үшін ондай 15 миллион ақша кім береді? Менің амалым сол болды. Енді айтады ғой, ол бір фишка деп. Фишкасы сол болды кәсіптің. Құдайға шүкір, соны бастадық. Бір жолдасыммен бірге бастадық. Олар бірақ қаражаты бар кісілер де, ол кісілер 100 бие сатып алды. Менде ондай ақша жоқ, енді не істеймін? Мен жаңағындай амалын таптым, Құдайға шүкір. Енді ол кісілер 1-2 жыл жұмыс істеді. Ол кісілер жаңағы құрылыс жағына қарай кетіп қалды. Мен Құдайға шүкір, енді осыдан ақ сауда болды, көп қиыншылықтар болды. Бірақ ол қиыншылыққа сабақ ретінде қарау керек енді. Кейін кезде көп 1-2 қиналса адамдар тоқтап қалып отыр ғой. Біз 8 жыл еңбектің арқасында енді жемісін көріп отырдық та, Құдайға шүкір. Соның арқасында көптеген техникалар алдық, Еуропадан техникалар алдық. Құдайға шүкір, қаншама бауырларымды оқыттым. Өзімізде жаман болған жоқпыз. Аз көпке елге көмегіміз бар. Оны енді айта бермейсіз ғой, сауап болсын деп. Негізі үлкен доход қой. Ол мысалы анау бір ағай бар еді, менде бір сөзі бар. Қанағат дейді да, ол биенің желінде жүрген сүт құлын емеді, кетеді дейді да. Ал сен оны сауып ал да 10 теңге болсын сат деп. Сол основасын сол кісілер үйретті да негізде. Сол кісілердің сабақ алып отыра, осыны қалай жасау керек, осыны қалай сату керек, еңбегін ғана сатасың да болды. Керемет сөз ғой, еңбегін сатпаған адам арын сатады деген ұлы сөз бар. Еңбегін сат, ақша тап дейді. Біз еңбектендік, анау бізде бие сау деген былай ғой, қазір көбісі бие сау десе, анау бұрынғыда желіге байлап сауады. Ол өте тиімсіз. Желіге байлап сауғаннан кейін оған аса көп жұмыскерлер талап етеді. Біз сол кезде өзімнен кейін бауырларым бар, төртеуміз бір жылда шу асау жүген құрық тимеген 70 бие үйреттік. 100 биеге дейін саудық. Жаңағы кішігірім цех аштық, баклажкамен шығардық. Құдайға шүкір, сол бізге кішкене бір қалай айтсам екен, хайп болғандай ғой, енді әйтеуір естіп, төңіректің бәрі бізден ала бастады. Ең бірінші сатқан қымызымыз күніне 20 литр өтсе қуанатынбызсың. Ой, масқара деп кәдімгідей. Ол қай жылдар еді? Ол 2 жылдан кейін ғой, содан кейін. Кәсіп ашқаннан кейін. Біз жаңағыны сүт ретінде сатып отырдық кісілерге. Онда да жаңағы сүтті өңделмейді, біз құр сырье болып тұрдық та. Содан ол кісілер жаңағы контракт бұзып жұмыс істемей қалды. Біз қалдық 80 биемен қайда барамыз, қайда саламыз. Содан жол бойына бастадық, сатып көрейікші осы деп. Өйткені оңтүстікке көп барамыз, көже сатып тұрады. Сол идея болды да, оңтүстікте көже сатып тұрады, біз неге қымыз сатып көрмейміз? Осы Жанарқаға барсам баклажкасын сатып тұрады. Алматы Екатеринбургтың трассасы өте керемет, қаржының ағылып атқан жер ғой. Кекпен алып сол жерден жұмыс істесең де алтын шығатын жер, шыны керек. Содан ана бауырым бар, кішкентай өзі 5-те 6 оқиды. Жаңа машинада отырған жақсы көрді, баклажка беріп жолдың бойына қойып қойдық, баклажка сасып. Ең бірінші күні 11 литр сатты, әлі күнге шейін бар. Мәз біз, масқара. Соған қуанып, бұнда 5000 теңге күніне таза тауып тұр деген бір керемет қой деп. Соны есептеп жібереміз. Лучше 250 теңгеден болсын сатайық қымыз деп. Содан 250 теңгеге көтердік. Содан қыста сауды бастадық. Содан Құдайға шүкір, қазір енді қымыз десем, Шет ауданында Аллаға шүкір енді қымыздың айда еске түседі деп ойлаймын енді. Себебі бұл тиянақты жылда теген үрікпен келатқан еңбек қой. Жылда бізде анандай жоқ, бір күн қымыз болмау деген жоқ. Өйткені ол біздің кәсіп, ол тұру керек. Сонда табандылық, тиянақтылық деген болады. Аллаға шүкір, соның арқасында міне азды көпті шаруамызды айналдырып отырық. Ешқандай кредит алған емеспін. Ешқандай. Енді бас кезінде білмей, жаңағында бытовой кредиттар дейді ғой, бас кезінде енді кәсіпті білмейміз. Брайан Трейси деген үлкен ғалым бар, финансовый тұрғыдағы.
Иә. Үлкен миллионерлерге консультация жасап, әлемде 5000-ға жуық миллионер шығарған кісі. Соның бір үлкен бір керемет сөзі бар да, байлық кәсіп деген дайындайтын тағам сияқты деп. Тағамның қалай дайындалуын білсең, дәмін шығарасың. Кәсіп те сондай. Мен бұрын енді жас болдық, айтатын адам болмады шыны керек. Соны бір жай қарайсың да, керек қылмайсың. Негізі сол ойланып отырсаң, сол өте сабақ екен да. Мынау кәсіптен 2 жыл жасап, ақсап жатқан бауырларыма сол сабақ болса екен деймін. Жаңа бір айтып кеттіңіз ғой, қиыншылықтар болды 8 жылдың арасында деп. Өте көп. Бір қатты қиналған сәтіңіз болды ма? Осыны тастап кетуге дейін барған. Мен енді жылаған уақытыма шейін болған. Жалғыз өзім, екінші балам туған. Ешкім жоқ көмектесетін. 100-ге тарта жылқы бағам. Қыста, көктемде тай шығару деген сұмдық болады бізде. Ол жылдары аномальный қыс болған. Қаншама адамдардың жылқысы жаңағындай аштан өлді, қаншама құлын тастады. Енді біреудің малы болғаннан кейін ол аманат. Оны қарау керек. Ішіндегі төл деген оның капиталы. Мен оның қысыр малын баққан маған невыгодно, понимаете, маған пайдасыз. Мен оның сүтін алып, өнімін тауып, кәсібін жалғатқан дұрыс та. Сондықтан жүресің. Көктемде тай деген бар. И өзім ол кезде пожаркада жұмыс істеймін, өрт сөндіру бөлімінде. Жұмысқа да үлгерем, анда да үлгерем, бала шағам бар, үйге 4 жерде тұрам. Қыстақта тұрам, жұмысымда тұрам, пожаркаға барам бір күн, ол кезде почти 2 күн сойырт жүресің, өз үйіме келем, сол жылқыға барам, соң 4 жерде жүрем. Бір күн таңертеңнен кешке шейін жылқы қуып, бір таудың басына келіп шаршадым. Жылағым келді, дато жыладым, қош дедім. Осы жыл пожаркамның сол 70 000 теңгесі жетеді, Құдайға шүкір, 3 күн демалам, бір күн істеймін, осыны тоқтаймын деп. Сен бір Алланың берген бір сабағыма деймін да, телефонымды қарап, трудности миллионеров деп ютубқа енгізем. Сол кезде жаңа Брайан Трейси дегеннің консультациясын қараймын да. Сол жерде бір миллионер, қазір транзакция дейді ғой, соны шығарған, ойлап тапқан ғалым 13 жыл еңбек еткен екен. 13 жыл түрмеге де түскен, бомж деп, аш жатқан, бармаған жер жоқ, ауырған, өте көп қиыншылық көрген. Сол 13 жылда арманына жетіп, қазір 450 компанияның бастығы, мысалы, қаншама жетістікке жеткен сол кіші. Мен соны былай жатырым да, мен еңбек еткеніне бір 4-5 жыл болды, неме жетісіп жатырмын деп. Жылына 3-4 бас жылқы сойып жеймін. Бала шағам бәрі жылдан жылға жақсы болып келе жатырмын. Соң өзіме андай сабақ қылдым да, болды, қанағат, мен шаршайын дегенді жадымнан аламын. Алла ғұмыр берсе, 90-ға шейін де еңбек етем. Ондай жоқ, пенсия деген жоқ менде. Алла денсаулық берсе, сол уақытқа шейін істеймін. Бүкіл адамдарға да мен айтам, жұмысты тоқтаттым деген, өміріңді тоқтаттым деген шаруа да. Тоқтамаңдар деймін да. Аллаға шүкір, биыл Алла рахмын алсын, үлкен әкем қайтыс болды 86 жасында шейін. Сол кісі бала кезінен өте бейнетті көрген адам. 6 жасынан бастап соғыстың зардабын көрген, тылда жұмыс істеген, сол кісінің үйреткен еңбегі, енді сол кісілер өмір бақи бейнеттенген, бірақ сол кісілер бір денсаулықтан сыр берген емес. Сондықтан қарап отырсам да, еңбекте екен ғой денсаулықтың бәрі. Сондықтан көп жастарға айтатын, еңбектенсе наоборот денсаулығың жақсы болады. Қазір бізбен жас балалар бар, жігіттер, қарындары қампиып жүр, диеткалар сияқты. Біз таңертеңнен кешке шейін малшының баласымыз ғой, малда таңертең кешке. Бейнет дейсіз ғой. Иә. Енді ол бейнет фитнес қой, ауылдың фитнесі. Көрдіңіз ба сол? Көп қиыншылықтар болды, оны айта берген. Қазір қызық қой, уақытында қиын да ол. Бірақ сол қиыншылыққа негізі жаңағы бір, қалай айтсам екен айтады ғой, бір тапсырманы шешу үшін ретінде қарау керек, ол қиыншылыққа қарамау керек. Мысалы, біз таңертең тамақ ішеміз ба? Жұмыста солай қарау керек те. Мен тамақ іштім ба, мен жұмыс істеуім керек. Сонда адам шаршамайды екен да. Ал сен мынау жұмыс, мынаны істеу керек деп жаңағындай тағаттана берсең, ол психологически адам шаршайды. Психологически шаршаған адамның физически ол жүрмейді. Көрдіңіз ба? Ал когда жеңілдікпен жүресің, мынау қара жұмыс істейтін адамдар неге шаршамайды? Өйткені олар ойламайды. Мысалы, олар 100 000 теңге зарплатасы ма, біледі, 6-ға шейін жұмыс істейді. Соны істесем болды дейді да, олар сөйтіп кетіп қалады. Ал мына кәсіпте жүрген адам басымен де қолымен де бірге істейді, көрдіңіз ба? Басымен де қолымен бірге істеген олар өте шаршайды. Сондықтан жаңағы әлемдік мен емес оны ойлап тауып жатқан, мен онда керемет серкесін. Бұл әлемдік тәжірибені қолға керек та. Қазір Құдайға шүкір информационный век қой. Мынау гаджеттеріңді ашсаңыз, любой информация бар. Қазір мынау ойбай деп сатып жатыр ғой Инстаграмда, мысалы керемет. Түк де жоқ, соны ютубтан қараса бәрі бар. Соны жастар алып табандылық керек та. Ең бірінші табандылық керек. Но енді әңгіме көп болып кетпесін, бірақ бір көп жерге мен мысал қойып айтамын, мынау Европа елдері, мынау Сингапур, мынау Жапон елдері неге алдың қатарда? Оларда былай қараса болсын, статистикасы
4 ақ күн ғана жұмыс істейді, бірақ олар 4 күн емес 7 күнде жұмыс істейді екен да. Өйткені олардың жадында мынандай түсінік бар. Адам еңбек етсе адам. Еңбек етпесе, енді ол адам емес деген түсінік бар екен да. Содан мен адам болуым керек деп, ол бастығына жағынан емес, ол еңбек еткеннен мен адам болдым деп өз-өзін қалыптасырмын, оны өзінің эгосы болды, о мен адаммын. Потому что көп еңбек етемін. Сол себептен ол кісілер алдын қатар елде. Енді қазақ десе өзіңе тиеді, бізде мынандай ғой. Суббота воскресенье жатамын, ұйықтаймын, телевизордың алдында жатамын. Демалыс менде де. Вот, көрдіңіз, сол ұғымды алып тастау керек. Ол адам еңбек еткенмен адамды адамға еңбек қой. Соны жастар біздің түсіну керек. Мынау мемлекеттен сұрай бергенді қою керек. Біз қазақ жаман үйреніп алғанбыз, біреу бізге бірдеңке беру керек деген керек емес ол. Мен өз көп жерлерде жастармен көп жерде дауласып қаламын. Дені сау, аяқ қолы бар 18-дегі адамға поддержканың керегі не деп. Аяқ қолың жоқ болса, зәру болсаң айт. Дұрыс қой. Құдайға шүкір, мынау зерттеп қарап отырса, мысалы әлеуметтік желілерден, мынау әлемде жетістікке жеткендердің 95%-ы нөлден шыққан адамдар. Жетістікке жетем десең, сен қорықпа нөлден жасаған. Бір затты табандылықпен істесең, Алла қаласа сол шығады. Біздің қазаққа Тесланы ойластырып керек емес әзірге. Көкпаршыға да тамақ ішу керек, дұрыс па? Әкімге де, министрге де, президентке де тамақ ішу керек. Енді мен білмеймін, әкімнің зарплатасының өзі 40-150 мың теңге шығар. Рас қой енді. Ауылда отырып байқуатта өмір сүруге болады да көрсету. Жастар кеу үшін ақша қай жерде бар екенін айту керек, рас па? Ол ақша жоқ болса қайдан келеді ол? Неге қабанбайлар тарихта бар, қанағаттар тарихта қалмау керек? Олардың заманы басқа, біз өмір сүретін заман басқа. Қазіргі мынандай сөз бар да, қымызда мекен жоқ. Жанарқа болсын, шет болсын, ол кісілердің тәрбиесін балаларымызға бере аламыз ба деген қорқыныш бар да. Негізі қазаққа тойды қою керек. 25 жасында 10 мың теңгелік лақтың шаруасын шешпеген бала, әкем ертең ауыздығына астына салып берген кезде мен мұндай болмас едім. Еңбек етем деген әр қазақтың баласына қолым ашық. Бүкіл жат Бек Ботылықов айтып жүрді, абайға келіп тіреледі ол. Действительно абайға келіп тіреледі. Жастарға айтатын бір неден бастау керек кәсіпті? Адам өзінен бастау керек. Міндетті түрде біреу бие сау міндетті емес. Міндетті түрде бір актер болсам да мысалы элементарный зат. Бізге енді қазаққа бар ғой. Иә, шыны керек біздің қазаққа Тесланы ойластырып керек емес әзірге. Қолдан келгенше журналистқа да тамақ ішу керек, көкпаршыға да тамақ ішу керек, дұрыс па? Әкімге де, министрге де, президентке де тамақ ішу керек. Біз Құдайға шүкір ұлан ғасыр, ұлан ғайыр, керемет, шапса аттың тұяғы тозатын, ұшса құстың қанатталатын ұлан ғасыр даланы берген бабаларымыз. Ол өте дана халық, сол негізі. Соны түсініп, соны еңбектеніп, мынау жерді бәрін өңдесе, байлықтың бәрі бізде жатыр. Біз айтып тұрмын, Тесла сатпай-ақ қойып, біз етіміз шығарайықшы, жылқының етін түсіндірейік, қойдың етін шығарайық. Мынау ковидтің кезінде мысалы қара, жан тапсырып, қаншама халық осы қымыздың арқасында аман қалды. Біз енді Аллаға шүкір кішкене болсын елімізге пайдасы тисін деп сол кезде стабильный бағамен қойдық. Қаншама адам очередьте отырып, қаншама адамдар сауабын айтып, мысалы рахметін айтып жатыр. Емдік қой, мысалы. Соны түсіндіруіміз керек. Біз анау елге бірдеңке жаққымыз келеді, өз-өзімізге жағып алайықшы бірінші. Өздері-ақ жағады. Біз көрсетейік, Аллаға шүкір денсаулығымыз жақсы екенін, қымыз жесек, ет жесек денсаулығымыз жақсы екенін, қойдың етін жеген жақсы екенін көрсетсек, өздері-ақ келеді ол. Ал біз біреуге дәлелдейміз деп бүкіл ғұмырымыз өтіп кетеді да. Балаларымыз дұрыстап тәрбиелейік. Қазір анау көп сөздерде айтып жатыр ғой. Ой, қазір заман емес, балалар қазір ондай емес деп. Бала емес, мен әлі күнге шейін айтамын. Мен әкемді айтатын, әке жоқ деп. Әке. Келіп жастарға айтасың, балаңа соткаңды көрсетпе десең, ол көнбейді дейді. Ол саған айтып қайтып көнеді одан кейін. Міне мен Құдайға шүкір шылым бар. Аллаға шүкір, не алып берсе де жағдай бар ғой Құдайға шүкір. Бірақ категорически телефон алып бермейміз. Зато ол балалар ойнайды. Қаншама ойындары бар. Мен 2 ұлымда жұмыс істейді уже. Оның бәрі бір өтірік ретінде көреді, бірақ өтірік емес, шынымен. Айына 100 мың теңге зарплата алады. Бүгін міне келіп, өз ақшасына киініп жатырмын. Шыны енді бытовой жұмыс қой, енді ол сабақ қой бәріне, көрдіңіз ба? 9-дағы бала міне жұмысын істейді. Тәрбие дейсіз ғой кішкентайдан, еңбекке баулу. Иә, вот сол ғой, сол оны көріп қадірін білген бала, ақшасының қадірін білген бала, мен оған міне Құдайға шүкір. Қазір 5 баласы бар, 6 баласы бар, қаншама ата-аналар отыр, ауылда қаншама кісілер отыр. Мемлекеттен ойбай 5 балам бар, бер дейді. 5 баланы жұмысқа тұрғыз. Мен мысалы Құдайға шүкір сол балалардың түк істетпеуге жағдайым жетеді. Бірақ мен олардың келешегін алаңдаймын да. Қазір міне Аллаға шүкір 5 бала асырау деген оңай емес. Шыны керек. Біз жаңа киімдердің өзіне 300-400 мың теңге киім кетіп қалады.
А мен қазір бір тиын ақшамды шығармаймын, мен кәсібіме саламын. Шыны керек енді. Өтірік десе ауылға барып сұхбат алсаңыздар да болады, шынымен айтады. Міне 100 000 теңге айын ақша алады, 40 бие саудырады. Биыл енді ат дайындап отыр, ол да алып алдық. Олай қалса екінші өсіп келеді, Құдай қалса сол жаққа жібереміз сауынға. Екіге бөліндік қазір. Кәсіп демекші. Жалпы сіз былай айтқан кезде еңбекпен бастап отырсыз ғой, иә? Әрине. Сізге тегін келді, бірақ сіз соны еңбек арқылы нәтижеге жеттіңіз. Әрине. Қазір Қанағат мырзада қанша жылқы бар? Енді былай ғой, жылқы дегенде мен анандай бұрынғы ескінің қазақ емеспін. Менде мал актив ретінде қараймын. Бізде қазақта барды ғой, мынау қасқайғырдың баласы, күрең айғыр баласы, мен ауылдың кісілері түсінеді. Жаңағындай, мынау менің төбелім, мынау қасқам деп. Мен олай қарамаймын. Мен бір мезетте 100 жылқы сатып алуым мүмкін, бір мезетте 100 жылқыны сатып жіберуім мүмкін. Өйткені менің кәсібіме керек болса, мен сатамын. Кәсібіме керегі жоқ па? Ұстаймын. Мысалы, көрдіңіз ба? Мен ел құсап, менде ондай қаражат жоқ, 500 мыңға жылқы сатып алатын жағдай болған жоқ. Көп кісілер кәсіп бастаймын дейді, мысалы кәсіп алады да 10 миллион алады да 20 бие сатып алады. Бірақ оны өндіретін машинасы, көбісі анасы жоқ, соң отырады 10 бие. Қазір болса 10 бие 9 құлын туады. Сондықтан жаңағындай тәсілмен лучше соған оборудование алу керек, соған жаңағы сататын холодильниктер алу керек, керек зат алу керек та, көрдіңіз бе? Жылқы деген Құдайға шүкір бар. Қазір заман сондай, бәрінің балалары министр, бәрінің балалары депутат. Біздің қатарымыз сондай болып тұр ғой өзі. Тракторист жоқ қазір. 300 000, 200 000 теңге зарплата береміз трактористтарға. Жоқ, и то жоқ. Сол себептен сол жағынан жаңағы ақшаны, малды тегін алып, қазір жастар барып, қазір любой фермерге береді. Қазір дерт қой. Маман жоқ. Ол үшін 5-6 жыл жұмыс істеу керек. Мысалы, мен фермермін. Сіз мысалы дер келіп тұр дейік бір бала. Бір жылда балық бермеймін ғой. Сен көрсет, 3-4 жыл көрсет, содан кейін оның доходын аласың. Дұрыс қой? Ал бізде қазір бере салам, ала салам деген қағида қалыптасып қалғанда, ондай болмайды. Ондай болмайды. Әңгіме сонда. Жылқы басымен мақтан алмаймын. Онда керемет көп жылқым жоқ, халықтың жылқысы. Сол халықтың жылқысы, соны сауып, ол кісілер де разы, мен де разымын, сондай іште отқан шаруа бар. Жылқылардың ақшасын төлемейді, азды көптілері төлейтін де бар, сауылмайтындар. 150-180-ге тарта жылқы бар, сауын биелер. Соны сауамыз, төлін сатып аламыз. Ол кісілерге де ауылдағы адам, мысалы 10 биесі бар адам, қазір айына 25 мың ақша төлеу керек. Жылқы басы 2500 теңге. Ол лучше соны айына, мысалы бір жылға есептеп отырсаңыз, кемінде 300 000 теңге ақша беру керек. Соны бала шағасына берсін. Бірақ оның мен тегін жүрген биесін мен сауам. Мен мысалы одан өнім алам. Сонда взаимопонимание ғой, көрдіңіз бе? Халық та сізге сеніп тапсырып отыр ғой. Енді әрине ол аманат қылып тапсырғаннан қарау керек те оған. Ал күніне қанша литр қымыз шығады? Енді бізде үлкен өндіріс қой, қазір уже 50-60-ға бие тартады. Біз средниймен аламыз, 3 литр деп аламыз. Құлынға да қалу керек деп мысалы. Бірақ 4 литр, 5 литр, 6 литрға шейін беретін биелер бар. Енді қыста мысалы қарап отырсаңыз, 6 литр бие сүт береді, 1500 теңгеден қымызыңыз бар. Бір бие сонда среднем 7-8 мың теңге таза ақша түсіріп тұрады. 10 биеңіз болса, күніне 70-80 мың теңге ақша. Қалада кім тауып отырады? Рас қой. Айлық ақша дейсіз ғой. Айлық ақшаңыз не? Күніне 80 мың теңге алады. Енді мен білмеймін, әкімнің зарплатасын өзі 40-150 мың теңге шығар. Рас қой енді. Ал қарамаңызда қанша бала бар? Біз енді в основном біз жазда стараемыз жастарға көңіл бөлуге. Өйткені үлкен кісілерге біз ештеңе айта алмаймыз, ол кісілер түсінбейді. Ол кісілер совет үкіметімен қалыптасып қалған. Бізде өз жұмыс істейтіндердің дерлігі 95% студент. Бізде 95% студент балалар істейді. Жаңа арнайы қымызнай деген өзіміздің кафеміз бар, қымыз өндіреміз, сол жерде сатамыз. Сол жерде де почти 90-80% студенттер істейді. Ол не? Ол мақтанған емес, ауылда отырып байқуатта өмір сүруге болады да көрсету. Не үшін осыны айтамыз? Әр қазағың бай болсын дейді. Сонда бір үлкен ағай бар еді, ол кісінде бір сөзді маған мысалы ағай болады. Сол кісі айтатын, Қанағат байығың келсе жан-жағыңды байыт деп. Қазақта наоборот қой. Өзім баюым керек, жан-жағым керек. Иә, мен деген. Ол дұрыс емес. Ұлтты төмен құлдыратып баратқан сол да. Ал Европада бизнесіңді, кәсібіңді жасау үшін сен жан-жағың бай болу керек. Мысалы, сіз айына 500 мың теңге табыңыз, сіз менің кафеме келіп тамақ ішесіз, дұрыс па? Заказ бердіресіз,
пицца заказ бердіресіз, дұрыс емес па? Қанағат бір соғым әкеп таста дейсіз мысалы. Мен ақ жүгіріп барып сізге апарып беремін мысалы. Қымыз әкеп таста үйге дейсіз. Ал сіз айына 100 000 теңге тапса, қайдағы қымыз, қайдағы не? Дұрыс емес па? Сондықтан әркімге қолдан келгенше қай жерде доход бар, соны айту керек та. Біз енді жалғыз қымыз емес, бұл енді одан осындай оборот шығу оңай емес. Енді Құдайға шүкір, мынау бізде мен шөппен айналысам. Ол да шөпте биенің не сияқты, далада тегін шөп. Ол 3 айдан кейін шіріп кетеді. Шірімегенше сен оны консервация жасауса әжептәуір ақша. Біз қазір енді еуропалық техникаларды әкеп, осы ең біріншілерден болып, тиындап әйтеуір ақшамыз жинап, малымыз сатып, жылқыларымыз сатып, сонда әкем ренжитін, бүкіл жылқының бәрін сатып атсын, наным деп, әке шыдаңызшы кішкене деп. Мен Құдайға шүкір одан да доход көріп отырмын. Енді былай есептеп тұрсаңыз, күніне 100 рулон жасаймыз. Мысалы, 10 000 теңге сатсаңыз 1 миллион теңге ақша. Жұмыс жүріп жатса, ақша бар ғой. Көрдіңіз бе? Ауылға жастар келу керек. Мынау қазір үлкен орта буын дейміз ғой, мынау. 50-ден асқан адамдар уже жұмысқа келмейді. Шаршап қалады. Ол кісілер басқару мүмкін, көмектесу мүмкін, бірақ мынау 40-қа дейінгі жастарда жұмыс істей алмайды. Мынау нағыз жұмыс істейтін кемелі өзі 30 бен 40-тың арасы ғой. Ақылыңда толысады, өзіңде тынышталасың. Жастардың келу керек. Ал жастар келу үшін ақша қай жерде бар екенін айту керек, рас қой. Ол ақша жоқ болса қайдан келеді ол? Сондықтан мынау ауылға келсін жастар. Ауылға келсе, аграрный мемлекетпіз ғой біз. Жалғыз жылқы бағу емес, сиыр бақсын, жер өндірсін. Мынау қазір голландский черви дейді ғой, өте керемет кәсіп. Біз мысалы Еуропадан, шетелден соны алып отырық. О балда қанша ақшаны, ананың мінендей қабы өзі 5 000 теңге екен. Ауылда біз сол көңін малын сату үшін, тазалау үшін ақша береміз. Олар беріш деп сатып алады. Сонда көрдіңіз бе, біз қайда кетіп отырық? Біз алдырған үшін ақшасын береміз, ал Еуропада берген үшін оған ақша береді. Көрдіңіз бе? Біз сонда кеменің нажағына секіріп тұрық қой, көрдіңіз бе? Ұтылып жатырмыз, Ұтылып жатыр. Қаншама көн, біз ауылда мысалы шығарамыз малдан, қаншама ақшада шығарып тастаймыз далаға. Мен анаған қарайында қарным ашиды, әттен бірге жұмыс істейтін адам болса ғой деп. Қаражатта табылады. Еңбек етем деген адам қаражатта табылады. Соған енді қиын. Бәрімізге әйтеуір мемлекет беру керек, или там бір жерден көке беру керек. Ондай деген болмайды. Уақыт өтіп кетеді ғой. Біз тарихымызды өзіміз бастауымыз керек. Ол бабаларымыз өтті. Енді ол кісілердің ақсағанын, ол кісілердің қателіктерінен сабақ алып, біз жаңа Қазақстанды құруымыз керек. Неге? Қабанбайлар тарихта бар, қанағаттар тарихта қалмау керек. Рас қой. Ол қазақтың бүкіл ғұмырына Қабанбайларды, басқаларды ғана жазып берген жоқ қой. Біз өз тарихымызды жазуымыз керек. Алла нәсіп қылса, енді қолымыздан келіп отса, біз де бірден кеміз жазамыз. Дұрыс емес па? Ол кісілермен қалып қоюға болмайды ғой. Олардың заманы басқа, біз өмір сүретін заман басқа. Қазіргі заман шүкір. Мынау негізі кәсіпке, өз адам баласына ең керегі бірінші денсаулық. Одан кейін отанның тыныштығы. Отан тыныш болмаса, Украинадан көріп отырық қой, геосаясат деп отыр, мысалы қаншама. Қанша жерден кәсіпкер бол, миллионер бол, қалды ғой бәрі шашылып. Сондықтан ең бірінші мемлекеттің тыныштығы керек. Мемлекет тыныш болса, ел аман, жұрт тыныш болып, Алла тағаламыз ақыретке шейін осы тәуелсіздігімізді маңдайымызға жазып берсе, өте кереметті. Осыдан артық бақыт, осыдан аса не жоқ. Ақша, дүние деген ол жасалады. Уақыт деген жасалмайды. Уақыт, денсаулық деген өте қымбат зат. Соның қадірін білу керек. Көбісі жаңағындай ойлай береді, біресе анасын, біресе мынасын ойлайды. Ең қымбаты тәуелсіздік қой. Соның қадірін білейік. Жаңа сөзімнен қашып кеттіңіз. Қанша студентті, қанша баланы жұмыспен қамтып отырсыз? Енді нақты мен оны жазып келмедім. Бізде 10-15 адам істейді. 10-15 адам істейді. Қымыздан 3 адам істейді. Жаңағы қымыз арнайы біз сиырдың сүтін сатып аламыз. Сиырдың сүтін өндіреміз. Мысалы қазір сүт тапсырады, біз өзіміз сиыр саумаймыз. Енді адам жоқ шыны керек. Адам болмағаннан сауған тәтелерден жинап аламыз. Өзіміздің ағайын туыстар бар, сол кісілерден құрт, қаймақ, май өндіреміз. Басын бәрін құрастырғанда, где-то шөпшілерім бар, где-то 20 адам барып қалады негізі. Шөпшілерімде де менде студенттер. Өйткені басқа адам жоқ. Соларды үйретіп, тракторға отырғызып, әйтеуір жанында жүріп, Құдайға шүкір әйтеуір үйреніп кетті. Ол да студенттер. 20-ға тарта адам бар. Жұмыспен қамтып отырсыз. Жұмыспен қамтып отырмыз. Біз жаңарханың қымызы деп білеміз. Бренд, тренд деп айтып жүреміз. Ал мынау сіздің қымызыңыздың ерекшелігі неде? Мынандай сөз бар да,
қымызда мекен жоқ. Жанарқа болсын, шет болсын, жетісу мекен жоқ. Қымызда адамның ісмерлігі бар. Адам істей алса, шеттінде қымызы балдай, Ақсуайұлында қымызы балдай, Жанарқанда қымызы балдай. Оны адамына байланысты. Көрдіңіз ба? Адам дұрыс десе, ол емес, мекен емес. Ол адамның қолы керек та, көрдіңіз ба? Адам маман болу керек. Енді мен бауырым істейді, 9 жыл болды мен айналысып жатқанына. Арнайы өзі уже қымызды әбден бабына келтіріп, енді біз 5 түрлі қымыз жасағанбыз. Қысы жаз қымыз жасаймыз, ұзаққа тұратын қымыз жасаймыз. Оның бәрі біздің қазақ айтады, ойбай немістер алып алған, немістер алып алған. Немістерді алып алған түгі де жоқ. Немістер бір арнайы дайындау тәсілін патентовать еткен қымыздың. Оның неше түрлісі бар. Енді мен білетін 5 тәсілі бар. 13 тәсілі бар екен енді. Ол жағын біз қарап жатқан жоқпыз. Өйткені біз бас кезінде 5 түрлі қымыз жасайтынбыз. 5 түрлі жасағаннан кейін ығыр болады екенсің, адам жетпейді. Біреуге ащы ұнайды, біреуге ұшты ұнайды, біреуге майсыз ұнайды, біреуге. Содан кейін былай қарап отырдық та, золотая середина ғой, ортасын таптық та, бір арнайы көп адамға ұқсайтын дегустация жасадық, көшедегі ішіздік, былай көрдік. Сол сортты ұстап қалдық. Құдайға шүкір, тәуба, енді күніне 100 литр қымыз өтеді енді. Аллаға шүкір. Енді 1,5 теңгеден. Енді 1,5 емес, мені өзі қағидам былай. Кім, мысалы, бізде 1000 теңге болып тұрса, мен обязательно 950 теңге сатамын. Мен өзі принципім солай. Больше делай, дейді. Кәсіп мен еңбекпен көбірек жасап, мысалы, шөп болсын, 10.000 теңге десе, 9.000 теңге, сондай өзі арнайы. Или там бір услугасын қосып беремін. Кәсіпті мен солай жүргіземін. Өйткені айтады ғой, мынау тоже ғалымдар дейміз. Ол кісілердің бір әлемдік ғалымдардың бір айтатын сөзі бар. Чтобы что-то продать, бірдеңке сату үшін, сенен бір пользасын айт дейді. Мысалы, қымыз сату үшін қымыздың пайдасын айтамыз біз бірінші. Қымыздың ақшасын айтпаймыз. Дұрыс қой, ол мәдениеті да, сатудың мәдениеті ол. Ал сен оның ақшасын айтсаң, адам өзі тегін деген зат жақсы көреді. Ең бірінші тегін деп қойып, или там жақсылығын айтсаң, ол өтеді, көрдіңіз бе? Сол сияқты. Бізде қымыз солай болады. Құдайға шүкір, жап-жақсы өмір сүріп жатырық. Енді аз ешкімнен кем емеспіз. Құдайға шүкір. Тәуба, балаларды оқытып жатырық. Енді ауылда тұрып, бұрын қалаға студент кезімізде келуге үлкен ақсақалдың пенсиясы бар, жетпейді, келіп кетеді, попуткамен келесің. Аллаға шүкір, біздің балалар бассейнге түсу үшін машинамен келіп кетеді да, мысалы, енді заманға қарайсыз да, мысалы. Бірақ енді ол кісілердің тәрбиесін балаларымызға бере аламыз ба деген қорқыныш бар да. Ол кісілер бар көпті түсіндірген, жоқтың қадірін білдірген. Кейде балаңа көп бересінде қорқасында, мына жоқтың қадірін білмей қала ма деп. Содан кейін қазір методиканы өзгерттік. Бет алды ойыншық алып бермеймін. Сындырып тастайды. Соң айтам, жоқ болмайды деймін. Тағы да әлемдік ғалымдарға келеміз да, өзі әр затты. Әлемді көп оқисыз ғой деймін, әлемдік ғалымдар. Өйткені біз әлемден қалып баратырық. Көрдіңіз бе, не үшін мен әлемді көп оқимын? Әлемден қалып баратырық біз. Біз той тойлау, ас беру, ақу, айғай-шу. Мен шын ерек тойға бармайтын адаммын. Тойды жақсартпаймын. Енді жаңағындай дәстүрге пайдасы бар, мемлекетке пайдасы бар, бір жақсы бір шашап, бір демалатын уақытыма келіп қалса, мысалы мен айына өзі 2 күнді арнаймын, демалам. Ол дүниеге келіп кетсе де 2 күн демалам. Күзде аңғағам, саятшылық құрам, таз ұстаймын, құмай тазы, қазақтың дәстүрі. Сондай ғана, атак тойға бармаймын. Кім шақырса да енді қатты ренжіп үйге келіп звондап жатса, сонда ғана барам, былай бармаймын. Өйткені обалды, шын, барасың, әйтеуір көңіл дейсің, қайтасың. Қаншама кәсібің ақсайды. Обалды. Мен наоборот қуанам шақырмаса. Шыны керек, шақырмапты ғой деп қуанам. Әйтпесе шақырса ренжиді. Бару керек болады. Негізі қазаққа тойды қою керек. Мен енді көп біз әлемнен қалып баратырық. Біз әлемнен не үшін алам? Өйткені әлемнен практикасы бар. Керегімді алам, керек жоғын алмаймын. Сондықтан тойды қою керек. Ал жылқы баптаудың неше түрі бар сіз үшін? Енді жылқы баптау айтады ғой, қазақтың пешенесіне жазған жылқы ғой, жануар. Дінде де айтады, ақыретке шейін жылқының маңдайында береке, ырзық бар дейді. Жылқы өз сезеді, өзінің қорқатын адамын, ыңғайын білетін адамын сезеді. Ол 7 жасар баланың ақылы бар дейді жылқыда. Ол жадына келіп түсінгенде, что ол маған түк істей бермейтін, ол көнеді. Көрдіңіз ба?
ол жылқы баққаннан кейін профессионал болу керек қой. Мысалы көрдіңіз ба? Ол жаңа жылқыны аласап, бағасап, атпен отыру деген болмайды. Оны өмірлік тәжірибе. Мен енді 3 оқығаннан бастап ат үстінде жылқы баққам. 3 оқығаннан бастап қазір таңғаламын, 3 оқыған балаға көрші ауылға атқамен барып кетсе жылап жібереді. Мен түнде кәдімгідей ол кездері қасқыр көп болатын. Енді қызық, енді таңғаламын. Қазір қараймын да, әне күні қарап отырсам, действительно фотоларымды қарап отырсам, сол 3 оқыған кезде қасқыр соғатынбыз әкеммен барып. Арттарынан енді жетіп алып қасқыр соғамын деп өтірік айтпай ақ қояйын. Бірақ сол кісілермен еріп, соны қанып, бойыма сіңдіріп, атпен жүріп. Бір мақал айтайыншы, енді осы көп жастарға, әкешелеріне өте алтын, құлақтарына алтын сырға бірде-бір оқиғаға тап болдым. 6 жасымда біреудің атын ұнады. Баламын. Әкеге бардым, әке үлкен әкем. Әкем мына атын ұнады. Маған құлынды биені бер, анатты аламын деді. Тұрып, бір аш, атқа бие берген естеді, әкем тұрып даналы ғой. Алла рахмын алсын әкемді. Сол кісі тұрып, бол балам ал деді. Сен осы үйдің азаматсың, ұнайма ал бар деді. Сол кезде әне күн қарап отырсам, әкем 6 жасымда үлкен жігіттікіндей бейнелік берген екен де маған. Содан бастап мен өз-өзімді қол алып, өзімді тұлға ретінде есептеп, мен жігіт екенмін ғой деп. Содан бастап Құдайға шүкір үйдің малына ие болдым. Содан кейін осыдан 2 жыл бұрын бір адам маған мал қарыз еді. Бір шібіш лақтың құны 10 мың теңге. Жаңағының. Оны алмауды ше мен. Просто аяқ астынан сол үйге барып қалдым. Содан кейін тұрып өксі жоқ екен, әке ұлы жүр 25 жаста. Айттым, ағай, осындай бір лақ беріп едіңіз ғой маған, шыбыш осындай, сіз маған қарыз едіңіз ғой. Лағыңызды қайтармайсыз ба? Алып кетейін, болса да кеп тұрмын ғой дедім. Ұлыңыз тұр ғой, ұлыңыздан алайын десем, ол лақты білмейді дейді ол. Сонда 10 мың теңгелік лақ. 25 жасында 10 мың теңгелік лақтың шаруасын шешпеген бала, ертең әйелдің шаруасын, елді мүктіріп, өзінің шаруасын қайтып шешеді ол бала. Шын ғой. Ата-аналарға көп еркіндік беру керек балаларға. Қазір әлпештеп кеттік қой. Ол еркіндік берсе, мен әкемнің тәрбиесін да, Аллаға шүкір, ол кісілерге рахмет. Керемет, осы мемлекет басқармасы да менен адам тәрбиелеп шығарды да, сол кісілердің арқасы. Әке-шешеме Алла разы болсын. Сол кісілердің батасымен, сол кісілердің еңбегінің арқасы ғой, осының бәрі. Тәуба. Бұлай ойлаймын да, әкем ертең ауыздыма, астыма салып берген кезде мен бұндай болмас едім деп. Біз баяғыда қарыштап дамып кетушек. Байып, мен енді мақтанғаным емес. Студент кезімде 300-400 мың теңге ақша табатынмын. Осының қаланың өзінде ең бірінші сотовыйлар келген кезде біз соны кәсіп қылғанбыз. Студент кезімізде 2-ші курста жүріп соны кәсіп қылғанбыз. Бірақ жан-жағында байғыл дейді ғой, қолымнан келгенше бауырларымды оқыттым, солар жетсілдеп. Міне қазір Аллаға шүкір мен балдет етіп жүрмін, шыны керек. Нан істеу керек деп. Бауырларыңыз сізге қызмет етіп жатыр ғой. Құдайға, маған емес, өздеріне қызмет істеп жатыр. Өздері жеке-жеке бір кәсіп, жаңағы Нұрлы деген бауырым бар. Сіздер дәнекер қылып таныстырған. Ол жаңағы жылқы саласын алып кетті. Одан Нұрлы деген, Абай деген бауырым бар. Ол жаңағы шөп саласын алып кетті. Шөпте ол кісі өзі бастық бір жағынан. Менің өзі определенный келіскеніміз бар. Үйстіп, менің бауырым болу міндетті емес. Еңбек етем деген әр қазақтың баласына қолым ашық. Келсін, адал, еңбек етсін, бірге жұмыс істейік, әрқайда дамып кетсін. Неге миллионер болып кетпейді екен? Мен солай, мен біреуге ренжимін ғой. Шын үй миллионер болмағы деймін, мысалы ше. Бай болсын, кім болса да. Әр қазақ менің жалғызым дейді. Мынау бүкіл жат Бекболат Тілеуханов айтып еді, Абайға келіп тіреледі ғой. Действительно Абайға келіп тіреледі, мысалы ше. Қарап отырсаң, біріңді қазақ, бірің дос көрмесең, істің бәрі бос дейді. Ол қаншама ғұмыр өтіп кетсе де ше, сол әлі күнге шейін нақыл сөз, әлі күнге шейін тренде болып тұр ғой. Абай атамыздың сөздері қазір әлі күнге шейін тренде болып тұр, қайта жаңғырып тұр. Өйткені ол Құраннан алынған заттар, ол Құран екі жазылмайды. Сондықтан ол құнын жоймайды да, Құран ақыретке шейін жазылған кітап. Енді бір жастарға айтар кеңесіңіз бар ма? Жастарға айтатын бір неден бастау керек кәсіпті? Адам өзінен бастау керек бірінші. Адам өзіне армандау керек. Ең бірінші зат айтады ғой, әлемдік ғалымдар болсын, қаншама трендтер, қаншама нерді, кітаптарды оқысаңыз да, армансыз ештеңке болмайды. Ештеңке болмайды. Армансыз ештеңке болмайды. Адам армандау керек. Мен бір бала кезімде асық ойнап отқан кезде, анау асықтардан жылқы құрастыратынмын. Мынау менің сауатыным деп. Мысалы, соны армандайтын, осындай болса екен, осындай деп. Арман керек. Арман деген соң былай, мұхиттың бір шетінде тұрып, ана мұхиттың шетіне шейін жүзіп бара алмайсың ғой. Рас па? Өзеннің
мысалы арнайы, мысалы Нұраның мына жағынан тұрып, ар жағында тұрсаң, сен білесің, еңбектенсең ар жаққа дүзіп өтетінді. Арман да сондай болу керек та. Сен анаған білуің керек та, арманыңа. Мұхиттың ар жағын сен түзей алмайсың. Қанша жерде мықты болсаң да. Арманды да солай қоя білу керек та. Лақтыру мөлшерін білу керек та арманында. Сол қалай жету керек деп өзі жоспарын құрса, енді Алланың қалауымен любой зат болады. Мен өткен көзім жеткен зат адам. Мен байлыққа қызықпайтын адаммын, шыны керек. Мен байлық үшін, дүние үшін ешқашанда кейбір адамдар сен осы күн-түн тынбайсың, дүниең жетпей жатыр ма, неме жанталас деп. Ол маған құр жай. Мен қалай тамақ ішемін, кәсіпте сол сияқты маған. Просто жұмыс істеймін, болды. Артық ештеңесі керек емес. Жұмыс істеймін, болды. Менің жай жұмыс істеген хоббиім маған ақша келіп отыр. Мен варт еткенді жақсы көремін. Сварка жасағанды жақсы көремін, мысалы. Сварка жасаймын, Құдайға шүкір, одан да доход бар. Мен арланбаймын, Аллаға шүкір. Мынау қазақты құртатын, жастарды құртатын мынау бар ғой. Біздің бабамыздан қалған зат енді ол. Мынау не үшін түркі тілдестерден қорыққан? Біз тәкаппар болып өскенбіз ғой. Біз басқа мемлекеттің адамдарын алып әкеліп сорға істеткенбіз. Біздің қанымызда бар. Бірақ заман басқа. Вот осы жерде заман басқа деп айту керек. Міне, шынымен заман басқа. Бізде қазір енді анау көкіректі қойып, көршіңнің екі асығы артық болса, сол екі асықтың біреуін атып үйрену керек қой. Сөздің қысқасы. Ол арланып керегі жоқ. Еңбек ет, біреуге ешқашанда жақпайсың. Бай болып кетсең де жақпайсың, кедей болып кетсең де жақпайсың. Сондықтан өзіңнің целіңді қойып, адамға зияның тимей, адал еңбек етсең, бәрі болады. Вот жастарға сол керек. Арман керек, табандылық керек, сон бітті. Ол әркімнің пешенесіне байлығы мен дәулеті әрқилы жазылған. Біреуге 3 жылда болуы мүмкін, біреуде 10 жылда болуы мүмкін. Бірақ ол болады. Соған дейін аяндап бару керек та, амалын істеу керек. Сол. Керемет. Ал құрметті көрермен, сіздермен бірге болған Қанағат Тәуіртайұлы, сізге көп-көп рахмет. Рахмет. Шет демей, бізге уақытыңызды, алтын уақытыңызды қиып бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Кәсібіңіз берекелі болсын. Әрқашан қазақтың қарадомалақ балаларын өзіңіздің кәсібіңізді ары қарай жалғастыруға бір себепкерсіз ғой. Әмин, рахмет. Енді сізге қызығып отырмын бір жағынан. Бір кәсіпті бастап, бірнеше кәсіптің көзін таба білген адам. Жылқыны баптау бір бөлек, одан қымыз дайындау бір бөлек, одан қалса қарапайым жерде өсіп жатқан тегін шөпті пайдаға асырып отқан сіздікі бір бөлек. Адам әрқашанда ойланып барып істесе, сіз секілді арман қойса, онда мақсатына бәріміз жететіндей. Әр қазақ бай болсын, Алмасбек айтқандай. Әр қазағымыз бай болсын. Сіздермен бірге болған Айдана Бекқалиқызы, Hard Working хабары. Келесі кездескенше саламатта болыңыздар.